Армысыз, қадірлі көрермен. Қазақстан Премьер-лигасының 25-ші туры негізгі күннің басты мәселесіне сығымдалған жауап қалдырды десек болады. Яғни чемпиондық атақтан үміткер екі команда бар. Астана және Қайрат. Соңғы турда Қайрат сырт алаңда Атыраумен, Астана өз алаңында Жетісумен кездеседі. Осы матчтардың нәтижесі тікелей чемпиондыққа жауап беретін болады. Әзірше бізде тап басып айта алмаймыз. Және чемпионаттың соңғы турға дейін осыша қызықты болғаны жанкүйер ретінде бізге де қызық. Сондықтан осы 25-ші турдың ойындарын талдап көрейік. Және біздің жанашыр оқырман ретінде жазушылар санын арттыра түсетіндеріңізге аса сенімдімін. 15 мыңға, 20 мыңға жетіп жатсақ, ол да біздің бір еңбегіміздің биылғы чемпионаттағы бір жақсы өтілгені болар еді деп есептеймін. Ендеше тамаша турды қорытындылап кеттік. Арнамыздың демеушісі 1xBet компаниясы. Алда Қазақстан чемпионатында аса маңызды ойындар тұр. Кім чемпион болар екен? 1xBetке сілтеме, бекітілген комментарийді есей промокодын ұмытпаңыздар. Осы турдың қарсаңында 17-ші турдың кейінге қалдырылған матч өтті. Астана Атырау кездесу өтті. 3-2 есебімен Астана жеңіп, өзінің чемпиондық атақтан зор үміті барын тағы да аңғартты. Ол матчты Спорт Плюс арнасында өзімде жүргіздім. Бек қойылған пенальтилерге, Атыраудың жігеріне, немесе басқа да жағдайларға термелеп көп әңгіме айтуға болатын еді. Бірақ іште бір ғана өкініш болды. Неге осы біздің чемпионат аяқталар тұста осындай әңгімелер көбейіп кетеді? Мысалы, Астана 11-ші пенальтиін соғып отыр. Осы 11-ші пенальтиін нүктеден бағыттап отыр. Соғылды деген енді артықтау болар, өйткені соғылмаған пенальтилер де бар. Неге осындай басқа командаларда мысалы 5-4-3 пенальти болып жатса, біздің чемпиондыққа үміткерлерде осындай нәрселер көбірек болады деген сұрақтар тұрады. Және оны да былай қояйық, неге 6 минут уақыт қосылады да 12-ші минутта жеңіс голы соғылады дегенге қатты ренжідім. Шынында да көпті көрген көнекөз жанкүйеріміз, Астанаға ешқандай да қарсы болғанымыз жоқ осы уақытқа дейін. Бірақ көзіңнің алдында мына өмірдің бір күресін бір қалай десек болады, көзбояушылықпен жасап жатқандай көрінеді. Мысалы, өзіміз адалдық туралы, балаларымызға бір жақсы өмірді адалдықпен кешіңдер деген сияқты әңгіме айтамыз, бірақ осындай нәрсе адамға бейжай қалдырмайды екен. Оның үстіне Қазақстан футбол федерациясының кәсіпқой футбол лигасы да осы матчтан кейін әрбір эпизодқа түсініктеме берді. Әрине оған да былай мақұлмыз. Яғни кәсіпқой түрде мамандардың көзімен мына пенальти дұрыс, мына пенальти дұрыс болмады, немесе мына жерде төрешінің шешімі өте дұрыс болды деген нәрсенің бәрі де дұрыс. Бірақ ойынды тікелей көріп отырғанда бір чемпиондықтан үміткер команданың құлағынан сүйреп шығарғандай әсер қалады. Сондықтан білмеймін мен, қазақ футболында осы дерт қашан тыйылар екен, және сол матчтан кейін Қазақстан футбол федерациясының төрешілер комитетінің басшысы ауысты деген бір әңгіме шықты. Ойбай, ауыспапты, ол әншейін сөз екен деген бір әңгіме де шықты. Одан кейін Астана мен Тобыл арасындағы Қостанайда өтетін матчтың бас төрешісі болып бекітілген Денис Тивишевқа қысым жасалып жатыр екен деген әңгіме шықты. Былай қарасаңыздар, біз жанкүйер ретінде сондай әңгімеге әбден тойып кеткенімізді айтқымыз келеді. Бұл сонау 1990 жылдардың пердесінің сыртында қалған әңгіме болуға тиіс еді. Білмеймін, жаңа ғасырда орталаған тұста бәрі жақсы болып, біздің мына айналамыздағы Өзбекстан, Ресей, тіпті Еуропадағы кішкентай елдердің өзі бізді инфрақұрылым жөнінен әлдеқайда артқа тастап, бізді УЕФА коэффициентінде 50-ші орынға дейін, 40-ші орынға дейін, 45-ші орынға дейін төмендетіп жатқанда, біздің бұл жүрісіміз не деп айтқым келеді шынында да. Бір жақсы чемпионат көргім келеді. Әрбір жаңа ашылған есімге, әрбір жаңа гол соққан ойыншыға қатты риза болғым келеді. Бірақ осындай бір жағдайлар былай айтқанда өмірден түңілтіп жібереді демесек те қатты ашындырады. Сондықтан біз әрине сырттан тамашалаушымыз және нәтижені жұртқа хабарлаушы журналист қанамыз, бірақ қарапайым жанкүйер бізден бір қорғанып тұрғандай, бізден бір қолымыздан бір нәрсе келетіндей сол мәселеде қатты араласуымызды күтеді. Біз міне ортақ ой тудырып шығанамыз, бірақ осындай жағдайлар шынында да аса қажет емес ау деген ой келеді. Атырау өте жақсы қарсыласты Астанаға қарсы, тіпті соңғы минуттарда гол соқты. Олжас Керімжановтың баспен соққан голы өте әдемі болды, бірақ тағы да пенальти шешті. Енді одан кейін әрине Тобыл командасы Тобыл аренада Астананы 1-0 есебімен жеңіп кетті. Астананың бұрынғы ойыншысы Игорь Ивановичтің соққан голы тіпті керемет болды. Ол сол оң қапталдан сытылып шығып, айбалаңына кіріп, алыс бұрышты көздегенше Астананың орталық қорғаушылары не бітіргенін түсіну қиындау. Әрине оған дейін Астана 1 гол соқты, бірақ шабуыл барысында Рамазан Кәрім, Ислам Чесноковтың
бетінен салып жібергенін тура қасында тұрған Сұлтанғалиев төреші өте жақсы байқады. Сондықтан жалпы бұл матчтың чемпиондық тартысқа, чемпиондық шайқасқа одан ары бір экзотикалық қоса түскенде дұрыс. Оның үстіне Тобыл командасы әлі де 3-ші орыннан үмітін үзген жоқ. Соңғы турда да ол қарсыласын жеңіп алып Ақтөбе командасына қарайлайды. Сондықтан Нұрбол Жұмасқалиевтің осы матчқа былай алдын ала ақ жалау лақтырмай соңына дейін ойнағанына біз де қуаныштымыз жанкүйер ретінде. Әрине Қайраттың жанкүйер ретінде мені Қайрат Ордабасын жеңіп осылай Астана шалынғанына қуанып отыр дейтіндер де бар шығар. Бірақ тағы да қайталап айтамыз, бұл біздің чемпионаттың жақсы болғаны, таза болғаны, былай айтқанда футболдан арғы бергі футболды түгел көріп жүрген топ 5 чемпионаттың жағдайын білетін, қазір Түркия чемпионатын, Нидерланд чемпионатын қарап жүрген адам ретінде біздің чемпионаттың таза болғаны бәрімізге керек. Мысалы осы уақытқа дейін чемпион атанған кейбір командалардың артынан әлі күнге дейін сөз ілеседі. Өсті де сөйтті, бүйтті деген ондай сөздің керегіне біз кәдімгі адал өмір сүруге тиіс ұрпақпыз ғой, қалай дегенде де. Мына заман өзімізді өзіміз алға сүйремесек, біріміз аяғымыздан шала беретін болсақ, және лас жолдармен шала беретін болсақ, ол қандай футбол болады. Қазір осы маусымнан кейін, сондай әрекеттерден кейін футбол талай жанкүйердің сырт айналып кеткенін өз басымыз көріп жүрміз. Тобыл Астананы 1-0 есебімен жеңгенін айттық, және әлі де 3-ші орыннан үміті бар. Ал Астана осы ойыннан кейін жағдайын аса қиындатып алды. Соңғы турда өз алаңында Жетісуды жеңсе де, яғни Хан Тәңір стадионында Жетісуды жеңсе де, бұл команда Қайраттың ойынына қарайлайды. Ал Қайрат Атырауға барады. Атырауда Қайраттың өте тәртіпті ойын өткізетініне күмәніміз жоқ. Рафаэль Оразбақтин шынында да бір емес маусым барысында 4 бапкері ауысқан Қайратты чемпиондыққа жеткізсе, бұл былай айтқанда Роберто Ди Маттеоның үлгісі бола ма деп те күтеміз. Әрине осы мәселеге қатысты Қайрат Боранбаевқа хабарымызға келген қонақ ретінде сұрақ қойғанымызда ол 4 емес 3 бапкер ғой деп күлген бар. Әрине Рафаэль Оразбақтин бір емес 2 рет келгенін айтып отырмыз ғой маусым барысында. Шынында да чемпион атанып келсе Қайратқа қызық болатын еді. Ал Қайрат Ордабасын жеңіп кетті өз алаңында. Алдымен гол соқты Қайрат. Одан Элдер Сантананың шынында да бұл жерде қажетті нүктеден табылған өте дұрыс болды. Әйтпесе Зария оған пас берудің орнына қақпаға соққы бағыттаған, Игнатович қайтарды, бірақ тура Сантананың алдына келіп түсті. Одан кейін Еркебұлан Тоңышбаев паспен өте тамаша гол соқты. Осы Еркебұлан үшін де бір кішкене өкініш бар. Бір жалт ете қалады да жоқ болады. Содан кейін арасында бір оянып қояды. Биыл мысалы 4-ші голын соғып отыр. Былай айтқанда Ордабасының бір серкесі болып жүруге тиіс команда, тиіс жартылай қорғаушы ала-құла маусым өткізді. Дегенмен ол бірде-бір есепті теңестіріп, Ордабасы үшін де бір үміт оятқандай болып еді. Ойынның 84-ші минутында Олжас Байбек тамаша гол соқты. Олжастың енді сол жерде тура Асқат Тағыберген сияқты тәуекелге баратын ешкім күткен жоқ. Алыс бұрышты өте сәтті көздеді. Бұған дейін Күджей лигада Қазақстан жастар құрамасында жақсы көзге түсіп жүрген жігіт. Осылайша үлкен футболдағы алғашқы голын соқты. Құттықтаймыз, және ол чемпиондыққа жол ашатын соққы болып жатса тіпті қызық. Сондықтан да Қайраттың әр жыл сайын осындай бір өзінің тәрбиеленушілерін, шәкірттерін жақсы ашып жатқанына шынында ризашылығымыз бар. Биыл мысалы Қайраттың бір түлегі Мирас Оматай Беларусь чемпионатында тәптер ойнап жүр. Ян Труфанов мысалы жеңіске ауысқаннан кейін осы жолы бірінші голын соқты деген сияқты. Осындай мысалдар көптеп келтіруге болады. Ал Олжас Байбек қазақ үшін, Қазақстан құрамасы үшін аса ділгір, артқы жартылай қорғаушы позициясында ойнайды, яғни Әділет Садыбековтың позициясында ойнайды. Демек алдағы уақытта ұлттық құрамаға тағы бір кандидат қосылды деп сеніммен айтуымызға болады. Былай айтқанда осы жанкешті тәуекелі арқылы Олжас Байбек Қазақстан биыл Қайраттың Қазақстан чемпион атану мүмкіндігін мейлінше жоғарылатып жіберді десек болады. Қазір Қайрат пен Астананың арасын бар жоғы 1 ұпай бөліп тұр, біреуі 44, біреуі 43 ұпай. Демек соңғы турда шайқас болады. Және бұл матчта және Тобыл мен Астананың матчында да осы Қазақстан чемпионатының бас мергені атануы мүмкін Жоу Паулу да, Ислам Чесноков та гол соға алған жоқ. Демек, бұл мәселеде де ширығыс соңғы турға дейін болатын болды. Өйткені Атырау командасының шабуылшысы Николай Сигневич Талдықорғанда Жетісуға 2 гол соғып тізерлетіп кетті. Ол да соққан голдарының санын 10-ға жеткізді. Демек, бізде осы жолы 10 ғана доппен Қазақстан чемпионатының бас мергені атану мүмкіндігі шойыншыда бар. Демек, соңғы турда осылардың арасындағы, яғни Чесноков, Жоу Паулу және
Сигневич арасындағы тартысты күтеміз. Әрине бүйрегіміз Чесноковқа көбірек бұрады. Қазақстан құрамасының ойыншысы, қазақ футболының түлегі деген сияқты, бірақ енді бәрі де еңбегімен жеткені дұрыс-ақ. Атырау сырт алаңда Жетісуды 2-2 есебімен жеңгенін айттық. Бұл команда былай айтқанда басына қаншалықты қиындық түссе де мойымайтын мінезімен биылғы чемпионаттың өте бір ерекше командасы деуімізге болады. Осы 17-ші турдың кейінгі қалдырылған матчында Астанадан жеңілсе де, және қандай жағдайда жеңілгенін де көрдік, бірақ соңғы қарамастан Талдықорғаннан бұл команда мінез тауып отыр. Демек, соңғы турда өз алаңында Атырау Қайратқа қарсы майдан жасайтынында күмән тудырмайды. Команда осы Жетісуға қарсы Хусрав Таировты негізгі құрамда қосыпты, Әдия Адамбаевты қосалқы құрамда қалдырып, Геворг Наджаренді қосқан екен. Осындай ішінара өзгерістермен бұл команда әр тур сайын түлеп келе жатқаны бір қызық-ақ. Сондықтан да Жуковскийдің шәкірттерінің соңғы турға қалай әсер ете алатынын да күтеміз. Сондай-ақ Қызылжар Қайсар матчы 6-2. Енді бұл матчта былай айтқанда екі команда да осы уақытқа дейін соғылмаған голдарын соқты десек болады. Мысалы, Қайсардың сапында Василий Совпел осы маусымда 1-1 гол соқпай, тек 3-4 пасымен ғана ерекшеленіп жүрген болатын. Осы жолы дубль жасады. Ал осыған дейін үнсіз қалған Березкин өткен турда 1 гол соғып еді. Бұл жолы 2 гол соғып отыр. Сенин Себай хет-трик жасап отыр. Биылғы маусымдағы 3-ші хет-трик Жоау Полу және Айбар Жақсылықтан кейінгі. Былай айтқанда, аса бір турнир кестесіне әсер етпейтін матчта екі команда 8 гол енгізіп отыр. Және бұл матчта менің ерекше айтқым келетіні, Мирас Елеукин деген жас жігіт Қызылжар сапындағы алғашқы матчын өткізді. Осы соңғы турда жалпы осындай алғашқы матчын өткізген бірталай жастар бар. Маусым барысында тікелей нәтижеге әсер ететін уақытта бапкерлердің үлкен тәуекелге бара бермейтінін түсінеміз, бірақ жаңағыдай Олжас Байбек сияқты қосылып, мысалы 3-ші матчында алғашқы голын соғды. Сондай бір жанкештілік те керек сияқты көрінеді жас жігіттерге. Сондықтан Мирасқа да алдағы уақытта үлкен табыс тілейтініміз күмәнсіз. Ал Қайсар осы уақытқа дейін қорғанысының мықтылығымен ерекшеленген еді, бірақ соңғы турларда көбірек жібере бастады. Дегенмен бұл командалар қанша ұпай жинаса да, сол 8-ші, 9-ші орындардан өрлей қоюы неғайбыл, тіпті өрлей де алмайды десек болады. Шахтер болса өзінің маусымдағы соңғы матчын бірінші өткізді. Өйткені соңғы турдағы, яғни 26-ші турдағы матчы Ақсумен өтуге тиіс болатын, бірақ Ақсудың чемпионатқа қосылмағанын білесіздер. Сондықтан кеншілер 24-ші ойын, осы 26-ші ойынды турда өткізіп, чемпионатты ерте аяқтап отыр. Бұл жерде Арман Кеңесовтің Ақтөбе сапында қос гол соққанын әрине айтуға болады, бірақ маусым соңында Арманның да ақырындап бабына ене бастағанын көріп отырмыз, бірақ кештеу ме дегенде ой келеді. Ал Шахтер командасы өз тарихында тұңғыш рет түсіп кетті өкінішке қарай Қазақстан премьер-лигасынан. Және бұл команда сапында осы соңғы турда мысалы Шахсұлтан Зүбайділда, Александр Мигунов, сондай-ақ Данила Карпиков сияқты ойыншылар шықты. Және Данила Карпиков Қазақстан чемпионатындағы алғашқы матчын өткізіп отыр. Яғни Егор Цуприковты ойынның соңына қарай алмастырды. Демек, әйтеуір дебют жасап үлгерді деген сөз. Келесі жылы Шахтер бірінші лигада ойнайтын болса, мұнда жігіттерге үлкен мүмкіндік беріле қоя ма дегенде мәселе туындайды. Ал Ақтөбенің сапында Мирас Уманиязов пен Әлішер Кенжеғұлов 89-ші минуттарда алаңға шықты. Бұл жігіттерді биыл маусым бойына күткен едік. Мирас 1-2 матчқа шықты да, басқалар тіпті көрінбей қалған болатын. Ал қазір міне Леонов оларға мүмкіндік беріп отыр. Бірақ Ақтөбе өткен турға шолуымызда айтқанбыз, кейінгі екі қарсыласын жеңсе де 3-ші орыннан көтеріле алмауы мүмкін дегенбіз. Қазір оның 3-ші орындағы позициясына Тобыл қауіп төндіріп тұр. Ақтөбеде 40, ал Тобылда 39, және Тобылдан бөлек Ордабасыда да 39. Демек, соңғы турда Ордабасыда қалайда жеңіске жетіп, осы екі қарсыласының сүрінуін күтетіні айдан анық. Ал Тұранмен жеңіс кездесуі 1-1 есебімен тең аяқталды. Бұл жерде екі мәселені ерекше айтуға болады. Бірінші минутта гол соқты Тұранның ойыншысы Павел Кириенко. Бірақ 45+3-ші минутта алаңнан қуып кеткен осындай жағдайлар болды. Ал жеңістің сапындағы қарымта голды жаңа біз айтып өткен Қайраттың түлегі Ян Труфанов соғып отыр. Ян Труфанов биыл маусымның басында Қайратта ойнады да, маусым ортасында жеңіске жалға берілді. Осындай жігіттердің барған жерінде құмға сүңген судай болмай қайтадан көзге түскеніне қуанасың. Өйткені Қазақстан құрамасының ықтимал шабуылшыларының бірі деп қарастырылып жүрген ойыншы ғой Ян Труфанов. Сондықтан да нәтижелілігі бізге өте қажет-ақ. Ал жеңіс болса екінші айналымды өте жақсы өткізіп, келесі маусымға әзірлігі қазірден жақсы екенін аңғартты. Және бұл команда сапында кейінгі қосылған жігіттердің барлығынан бөлек Батырхан Камаридинов деген жас футболшы
дебют жасады, яғни алғашқы ойынын өткізді. Кейін команданың спорттық директоры Айдын Қожахмет мырза осы Батырханға арнайы тоқталды өзінің телеграм парақшасында. Яғни кеше ғана Іздеуші ойнап жүрген жігіт осылай жеңіс деген команданың арқасында премьер-лигада дебют жасауға мүмкіндік алып отыр. Яғни кеше ғана спорт мектебінде жүрген жігіттер осындай болашағына жол салып жатса, ол жақсы емес пе? Ертең Батырханда біздің командалардың бірінің тіпті осы жеңістің бір тұлғасына айналмасына кім кепіл? Ал Туран болса, соңғы турларда Батыр Мұқашев, мынау басқа да жігіттерге мысалы Рахат Түсіпхановқа көбірек мүмкіндік беріп келе жатыр. Осы соңғы турда Қуаныш Дүйсенбекұлы мысалы алаңға шықты деген сияқты. Яғни бұл командада біздің болашақта премьер-лигаға өзіміздің көнімізді өзіміз сүйрейтін қандай жігіттер бар деген сұраққа жауап іздеп жатқан сияқты көрінеді. Бірде-бір, енді бұл былай айтқанда күтілген есеп болды және екі команда соған лайықты өнер көрсетті. Ал Жетісудың сәл бір жалқ етіп қайтадан төмендеп бара жатқанын байқауға болады. Бұл команда сапында да жалпы талантты ойыншылар көп еді, бірақ Қайрат Нұрдәулетов бір баланс таба алмағандай көрінеді. Маусымды жақсы бастап, ортасында 10-11 ойын жеңе алмай, содан кейін чемпиондықтан үміткер командалардың бірі Елімайды тізерлетіп, одан кейін қайтадан бәз қалпына түскендей көрінеді. Бұл командадан ұлттық құрамаға кандидат бір емес, бірнеше ойыншы шығып тұрғанын ескерсек, жалпы Қайрат Нұрдәулетов келесі маусымға бір команданы жақсы жасақтап, команданың басшылығының жағдайына алаңдамай бір жақсы ұжым түзе алады деген ойдамыз. Бұл турға Елімай қатысқан жоқ, бірақ Елімайдың әлде қазір Елімайдың 23 ойында 37 ұпайы бар. Яғни ол да қарсыластарының бір сүрінгенін күтіп 40 ұпай жинап алып, осы үздік үштікке ілінуден әлде үміттеніп отыр, бірақ бұл қиындау жалпы алғанда. Енді екі сұрақ көкейімізде көлдеңдейді. 7-ші қарашада Кипрде өтетін ойынға, яғни конференция лигасының 3-ші турының ойынына Астана қандай құрам апарады? Яғни 10-шы қарашада өтетін Жетісуға қарсы негізгі құрамды дайындай ма, әлде тағы да конференция лигасының осы турын құрбандыққа шалып, ары қарай Виториядан болмаса Апоэлден болмаса Челсиден ұпай аламыз деп күте ме? Сұрақ қиындау. Оның үстіне Астана командасының бас бапкері Григорий Бабаян Атырауға қарсы ойында осы Жоэл Каембаға қарсы қол сілтеді деген себеппен 2 матчқа айыпталып отыр. Тобылға қарсы ойында Александр Москаленконың алаң жиегінде команданы басқарып тұрғанын көрдіңіздер. Демек, Астанаға қатысты сұрақ көп. Яғни бізге конференция лигасында да ұпай керек, Астананың чемпион атану үшін Жетісуға қарсы негізгі құрамның да сақадай сай болғаны керек. Сондықтан осы бір екіұдай жағдайды бас бапкер ақылмен шешеді деген ойдамыз. Біз қанша өзімізге ұнайтын команданың тікелей бәсекелесі болса да, Еурокубок мәселесіне келгенде Астананың шынайы жанкүйер екенімізді тағы да айтып өткіміз келеді. Сонымен қазір чемпионаттың көш басында Қайрат 23 ойында 44 ұпай, одан кейін Астана 23 ойында 43 ұпай, Ақтөбе 23 ойында 40 ұпай, одан кейін Тобыл, Ордабасы, Елімай кете береді. Міне осы 6 команда әлде көрігін қыздырып тұр, бірақ чемпиондық 2 ойында шешілетінін естеріңізге саламыз. Алдында 9-шы қарашада өтеді делінген еді, бірақ қазіргі мәліметтер бойынша соңғы тур 10-шы қарашада барлық матч түскі сағат 2-де басталады деген мәлімет бар. Оны да әлде нақтылай түсеміз. Қалай дегенде бұл қызық біз үшін. Ал чемпиондар, көшбасшылар, яғни мергендер көшбасындағы 3 ойыншыны айттық. Олардың да қайсы жеңетіні өте қызық. Бірақ осы 10 доппен тоқтайтын болса да үшеуі, онда Қазақстан чемпионат тарихында ең кедей гол соғылған мергендер чемпионаты болады. Осында ескерейік. Сонымен 26-шы турда асыға күтеміз, құрметті көрермен. Одан кейін Лига кубогының финалы Түркістанда өтетіні нақты белгілі болды. Астана мен Челсидің ойыны Алматының орталық стадионында өтетіні нақты белгілі болды. Демек, ары қарайда біз алаңдайтын нәрселер өте көп. Сондай-ақ Қазақстан құрамасының Норвегиямен сырт алаңда және Австриямен өз алаңымызда өтетін ойынына да нақты тізім жарияланып үлгерді. Ендеше қазақ футболының дуо, биылғы маусымдағы дуо сол 14-ші желтоқсанға дейін толықтай созылады. Ендеше сізбен біз айтатын талдайтын тақырып аз емес. Бірге болайық. Аман сау болыңыздар.